жаңағы мәйітті өртеген кездегі туралы қосарым бар да. Мәйітті өртелік делік, иә, оның түтіні бар, оның буы бар, иісі бар, ауруды таратады ғой адамға кәдімгідей. Сіздер ойлап жатсыздар ма, жаңағы ананшыде өртеген кезде түтінде оты да жоқ болып кетеді деп. Нағыз аурудың көкесі сол кезде болмай ма? Ал адамды жерге көмген кезде бүкіл аурудың бәрін жер сорып алады. Сол жерде жердің астында жоқ болып кетеді. Аллах тағала бізге бекерден бекер адамды жерге көму туралы бізге көрсетіп қойған жоқ. Алла біздің білмейтін нәрселеріміздің бүкіл біледі да. Қай оймен сіздер бұны заңды қабылдадыңыздар? Ертең адамды өлтіріп, өртеп жіберіп, қайда кеткенін таппай да қаламыз біздің Қазақстандашы. Ертең біреуді ұстап аласыңдар, ертең анау сендерге ұнамай қалған, или болмаса бүйтті ғой, енді түсініп тұрсыңдар ғой, короче. Сондай адамдардың аласыңдар да, қолын қайрасыңдар да, ана крематорияға тығып жібересіңдер, өртеп жібересіңдер, сосын бітті. О, қайда кетті ол? Өле жоқ, өле сүйегі табылмады деп. Міне нағыз сол нәрсеге жол ашып жатыр деп ойлаймын. Бірақ адам баласын өртеуге ешқашанда болмайды. Адам Алланың қаһарына ұшырамасын десеңіздер, бұл нәрсені елімізге қазірден жолатпағандарың дұрыс болады. Ойланыңдар, осы шығарып отқан, заңды шығарып отқан ақмақтар, былайша айтқанда тупойлар